Сәлеметсіздер ме? Стандарттау және сертификаттау мамандығының білім алушылары. Жалпы өлшеу теориясы пәні бойынша 12-ші дәрістің тақырыбы өлшеу құралдарының метрологиялық сипаттамалары. Дәрістің мақсаты өлшеу құралдарының метрологиялық сипаттамалары туралы түсінік беру. Мысалдар арқылы өлшеу диапазоны, шектері, бөлік құнын анықтауды үйрету. Дәрістің жоспары: бірінші, метрологиялық сипаттамалар. Екінші, өлшеуіш құралдарының параметрлері мен қасиеттері. Әр метрологиялық сипаттама орналасуы бойынша өлшеу құралдарының түріне және әсер ететін шамалардың немесе кіру сигналының параметрлерінің өзгерісіне байланысты. Өлшеу құралдарының параметрлері мен қасиеттері пайдалану кезінде өлшеу құралдарының метрологиялық сипаттамалары мен параметрлері өзгерістерге ұшырайды. Өлшеу құралдарының түрлері: шама мөлшерлері, өлшеу приборы, өлшегіш түрлендіргіштер, өлшеу қондырғысы, өлшеу жүйесі, стандартты үлгілер, өлшеу машиналары. Өлшеу жүйесі әр жерде орналасқан және бір немесе бірнеше физикалық шамаларды өлшеу үшін қолданылатын өлшеу құралдарының функционалды біріккен жиынтығы. Өлшеу құралдарының метрологиялық сипаттамалары: шкала бөлігінің құны, өлшеу диапазоны, сезімталдық, өлшеу құралдарының қателігі, өлшеу құралдарының класы. Өлшеу диапазоны өлшеу құралдарының қателіктерінің жіберілген шектері нормаланған шектегі шама мәндерінің облысы. Метрологиялық практикада өте көп қолданылатын ұғым өлшеу дәлдігі. Өлшеу дәлдігі шаманың нақты мәніне жақындығын көрсететін өлшеудің сапасы. Метрологиялық тоқтау дегеніміз метрологиялық сипаттамалардың белгіленген шекарадан шығуына байланысты. Енді осы бүгінгі тақырып бойынша қолданылатын әдебиеттер тізімі осында берілген. Үй тапсырмасы: өлшеу құралдарының қандай сипаттамаларын білесіз және тағы да басқа сұрақтарды үйде қарастырасыз. Сосын презентация жасап, Платонсқа және менің жеке почтама жібересіздер. Назарларыңызға рахмет.